Құрметті жерлестер, бізде өңірлік осы аралау деген бар, партияның өзінің жоспары бар. Сол жоспар бойынша өздеріңізде осы мен қаңтар айында тура осы мекемеге келгем, Ерлан Жақан. Мына жерде өте керемет әкімдік жаңа техника алып беріпті. Қазтехника Қарағанды облысында шығатын, Саран елді мекенінде шығатын осы техниканы осы жерге әкеліп беріпті. Енді мына қаланың осы жаңа тазалығына көп жаңа көңіл бөлініп жатқан жағдай. Енді құрметті жерлестер, бүгінгі таңда мынау өзіміздің ең ата заңымыз конституцияға өзгерістер жаңа конституция болып жатыр. Заманына сәйкес, заманауи. Ол жерде бірінші мақсат біздің мемлекет басшысының бірінші ұстанымы, бірінші халықпен ақылдасу. Тек қана жаңағы бір кішкентай ғана кабинетте емес, ғимараттарда емес, осы халықпен ақылдасу мақсаты бойынша үлкен референдум жұмыстарының алды басталып кетті. Неге референдум? Неге кабинетте емес, неге мәжілісте емес, неге сенатта емес? Яғни бірінші кезекте мына азаматтардың құзырын қорғау бойынша, сіздермен ақылдасу мәселесі бойынша. Кеше мен бір кездесуде айтады, неге сайлау дейді? Бұл сайлау емес, бұл референдум. Алдын ала 15 наурыз күні болатын, соның алдындағы дайындық, осы түсіндірме жұмыстары. Енді өздеріңіз білесіздер, мына оңтүстік, оның ішінде Шымкент еңбектің отаны. Нағыз еңбектің. Ал енді Қазақстанның бір тірегі ол оңтүстік қой. Оңтүстік болғаннан кейін осы оңтүстікке арнайы осындай үлкен коалиция болып, осындай елдің азаматтары, елдің ең абыройлы азаматтары осы жерде тұр. Мен өзімде осы кішкене қобалжып, сіздердің араларыңызда мен де басқа сөйлейтін бедім, бірақ бұл жерде кішкене басқаша. Ерлан Жақанұлы, сізге рахмет. Осындай азаматтар келіп отыр, өзі телевизордан, басқа жерден көріп отырса, құралғы ақпарат қолдарына көріп отқан азаматтар орталарыңызға келіп, осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ерлан Жақанұлы, сізге рахмет, осындай уақыттарыңызды тауып. Енді жаңа Ерлан Жақанұлы айтқандай, қандай мәселелер бар, қандай керекті тіршіліктер бар конституцияға, осы жаңа талаптарға. Бірақ енді қысқаша айтатын болсақ, ең бірінші талап бұл азаматтың, Қазақстан азаматының мүддесін қорғау. Кепілдік беру, алдағы келатқан балаларымыздың өсіп жатқан жағдайын жасау, білім, ғылым, жеке жаңағы цифрлық қорғау. Егер бұрынғы конституцияда жеке жаңағы территорияны қорғайтын болса, қазір цифрлық территорияны қорғау бойынша сондай өте үлкен мәселелер көтеріліп жатыр. Ал енді тағы да айта кететін нәрсе, біздің оңтүстік мынау еңбектің отаны ғой дейміз ғой енді өзімізше. Диқанкершілік, цехта жұмыс істейді. Осы өздерінің жұмыс істеп жатыр. Мына артыңызда көліктердің жүргізушілері бар. Егісте жүрген диқандарымыз бар. Солардың мүддесін қорғау туралы өте көптеген жұмыстар осы конституциялық заңда көрсетілген.